Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы облысына жұмыс сапарымен барып, бүгінгі кездесу барысында қазақ тілі мәселесіне тоқталды деп жазады Арна ұлттық порталы. Қазақша сөйлейтін жастар көбейіп келе жатыр. Жалпы тілдік орта түбегейлі өзгерді. Қазақ тілін білетін өзге ұлт өкілдері де аз емес. Соған сәйкес қазақша фильмдерге, әндерге және басқа да өнімдерге деген сұраныс жоғары. Мұның бәрі қазақ тілінің қолдану аясы жылдан жылға кеңейіп келе жатқанын көрсетеді. Сондықтан алаңдауға еш негіз жоқ. Қазақ тілін пайдаланып саяси ойындар жүргізудің қажеті жоқ. Осындай теріс түсініктер кейбір елдерді қасіретке ұшыратты. Мемлекет қазақ тілін қолдау үшін тиісті шаралар қолданып жатыр. Бұл бағыттағы жұмысты жалғастыра береміз. Өз тілімізді өзіміз ұлықтауымыз керек. Бұл өте дұрыс, бірақ өзге тілден бас тартуға болмайды. Өз тілің бірлік үшін, өзге тіл тірлік үшін деген сөз бар. Біз тіл саясатын байыппен жүргізуіміз керек. Сонда ғана көздеген мақсатымызға жетеміз. Әлем халықтарының жақсы қасиеттерін бойға сіңіріп, озық үрдістерін үйрену үшін тіл білу қажет. Бабаларымыз жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі ілім біл деп айтқан. Шын мәнінде жастар неше тіл білсе, алдынан сонша елдің есігі айқара ашылады. Бұл туған еліңнің мүддесіне қызмет ету үшін қажет. Дегенмен, ең алдымен жастарымыз ана тілін, қазақ тілін білуі керек. Ана тіліміз бірінші орында болып, бәріміз үшін негізгі басымдық болуы қажет. Солай болады деп те айтқым келеді. Жалпы біз тіліміз дамымай жатыр деген ойдан арылуымыз керек. Тәуелсіз кезеңінде оның мәртебесі биіктемесе төмендеген жоқ. Қаншама ақпарат құралдары хабар таратады. Газет, журналдар, кітаптар шығып жатыр, деді Тоқаев.